Сәлеметсіздер ма? Мен адвокат Сыдыкова Гүлайым Секенина. Бүгін біз сіздерге сот орындаушылар туралы ақпарат бергіміз келіп отыр. Сот орындаушылар деген кім? Олар Қазақстан Республикасындағы сот шешімдерін орындайтын лауазымды тұлға. Қазақстан Республикасындағы сот шешімдері бойынша азаматтар екіге бөлінеді. Ол талап қоюшы және борышкер. Талап қоюшы сотта жеңіп алғаннан кейін, сот шешімі заңды күшіне енгеннен кейін, сол сотқа барып, орындау парағын алады. Яғни жаңағы жеңіп алған сот шешімін орындау қағазын алып, өзінің таңдауы бойынша кез келген сот орындаушыға апарып береді. Бұл ретте сот орындаушы орындау парағын алғаннан кейін, борышкерді шақырып алып, оған ерікті түрде сот шешімін орындау туралы міндеттеме беріп, ол міндеттемеде егер өзінің 5 күн ішінде орындау парағын орындай алмайтын болса, оның есеп шоттарына, дүние мүліктеріне тыйым салуға құқылы. Борышкер сот орындаушының шақыруы бойынша баруға, хабарласуға міндетті. Егер ол сот орындаушының шақыруына бармаса, хабарламаса, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі бойынша әкімшілік жазаға тартылуы мүмкін. Ол жерде айыппұл көзделген. Сонымен қатар сот орындаушы борышкерді шақырып алғаннан кейін оған не үшін шақырғандығын, оған орындау өндірісінің қозғалғандығын айтып, өзінің шығарған қаулысын беруге міндетті. Егер борышкер өзінің бұзылған құқығын осы жерде ғана білетін болса, ол жаңағы сот шешімі жеңілдетілген түрде жүріліп, ол оны білмей қалса, 10 күннің ішінде сол сотқа шағымданып, жаңағы сот шешімін бұзу туралы арыздануға құқылы. Айта кететін жағдай, екі тарап, талап қоюшы және борышкер, осы жерде де сот орындаушыда да бітімгершілікке келіп, өздерінің жаңағы бұзылған құқықтары бойынша келісімге келіп, ерікті түрде орындау туралы, медиация туралы келісімшарт немесе бітімгершілік туралы келісімшарт жасауға құқылы. Сот орындаушы орындау барысында борышкердің арнайы ашқан зейнетақы, жәрдемақы туралы есеп шоттарына 100% тыйым салуға құқығы жоқ. Сондай-ақ борышкердің еңбек туралы экономикалық, әлеуметтік құқықтарын бұзатын әрекеттер жасауға тыйым салынған, ондай әрекеттер жасай алмайды. Егер сот орындаушы борышкердің жаңағы аталмыш құқықтарын бұзатын әрекеттер жасаса, борышкер оның әрекеттеріне сотқа және әділет органдарына шағымдануға құқылы. Бүгінгі сіздерге берген ақпараттарымыз осы. Рахмет, сау болыңыздар.